Армысыз құрметті көрермен, эфирде көршінің қызы, әлемде не болды, бірге талқылайық. Той тойға ұлассын, бірақ төбелеске ұласпасын. Қазақтың тойында 200-300 адам, 2-3 сағаттық әнмен би, аста төк дастархан, одан қалса асабаның азапты ойындары болады. Сондай бір тойдың бейнесі әлеуметтік желіде тараған. Кадрлардан асабаның тапсырмасынан кейін бірнеше адамның тойхана ішінде жүгіріп, даяшы қыздың аяқ киімін шешіп алғанын байқауға болады. Тіпті қыз қонақтардың әрекетіне таң қалып, не болғанын түсінбей абдырап та қалған. Тойға келгендер қызды құлатып, қос аяқ киімін күшпен шешіп алып, қайта жүгіріп кеткен. Желідегі қолданушылар бұл әрекеттің шектен шыққанын, қызмет көрсетушілерге құрметпен қарау қажеттігін жазуда. Ал сіз тойда көрген қызықтарыңызды пікірге жаза кетіңіз. Енді Қазақстан Қырғызстаннан 49 жылға жерлерді жалға алатын болды. Қазақстанның үкіметі Ыстықкөл облысы аумағындағы жалпы көлемі 58 гектар жерді 49 жыл мерзімге уақытша түрде ақылы пайдалануға қатысты шешім шығарған. Екі жақты келісім аясында Қазақстан Қырғызстандағы Қазақстан санаторийі, Самал демалыс үйі, университет спорт сауықтыру лагері және Олимп спорт сауықтыру орталықтарын пайдаланады. Жоспар бойынша нысандар кезең-кезеңімен жаңғыртылып, 3 және 4 жұлдызды қонақ үй деңгейіне дейін жеткізіледі. Сонымен қатар инвестор тартуға және ескі ғимараттарды бұзуға мүмкіндіктер қарастырылған. Қазақстанда халық саны 20 миллионнан енді асты. Көбейту керек, көбейіңдер деп дабыл қақса, әлемнің бір елінде халық санын шектеу мәселесі қарастырылып жатыр. Мысалы, Швейцарияда халық санын шектеу мәселесі қызу талқыланып жатыр. Бұл елде халық партиясы елге келетін мигранттар ағынын азайтуды көздеп, 2050 жылдан бастап халық санын 10 миллион адам деңгейінде шектеу туралы референдум өткізуді ұсынды. Саяси науқан 14 маусымға жоспарланған. Бастамаға сәйкес 2050 жылдан кейін елдің тұрақты халқы 10 миллионнан аспауы тиіс. Тек туу көрсеткіші табиғи түрде өссе ғана бұл межеден асуға рұқсат етіледі. Егер 2050 жылға дейін тұрғындар саны 9,5 миллионнан асып кетсе, онда федералдық кеңес пен парламент халық санын шектеуге бағытталған нақты шаралар қабылдау керек болады. Қаланың иттері де ақылд, олар тәртіпті, тіпті жол ережелерін бұзбайды. Жолдан тек бағдаршамның жасыл түсі жанғанда ғана өтеді. Кейде өзімізде көлік жоқ болса, жолды кесіп өте береміз. Алматыда куәгер екі иттің жолдан жаяу жүргіншілер өткелі арқылы қалай өтіп жатқанын видеоға түсіріп алды. Иттер жол шетіне келіп, көліктердің толықтай тоқтауын күтіп, тек содан кейін ғана сабырмен жолдан өткен. Қолды жиі жуып, киімді таза ұстаңыз, денсаулыққа мән беріңіз. Себебі Қазақстанда коронавирустың жаңа штаммы ретінде саналатын омикрон түрі әлі де айналымда. Биылғы жылдың басынан бері тек 5 жағдай тіркелген, дегенмен денсаулық сақтау министрлігі өткен жылмен салыстырғанда бұл көрсеткіш әлде қайда төмен екенін айтты. Сақтансаң сақтайды, сондықтан дене тазалығына мән беріп, қоғамдық орындарда сақтық шараларын сақтау ешқашан артық болмайды. Павлодар тұрғыны бұрынғы сүйіктісінің жол талғамайтын көлігін өртеп жіберген. Оның бұл әрекеті ессіздік пе, әлде махаббат па? Сот мәліметіне сәйкес ер адам бұл қылмысты өзінің туысына тапсырған. Яғни ол 2024 жылы Toyota Land Cruiser 200 көлігіне бензин шашып, артынша өртеп жіберген. Көлік қалыпқа келтіруге болмайтындай толық өртенген. Залал мөлшері 24 миллион теңге деп бағаланды. Нәтижесінде бұл қылмысты ұйымдастырушы 6 жыл 8 айға, ал орындаушы 5 жылға бас бостандығынан айырылды. Көрші қыздың әңгімесі таусылды. Бізді жоғалтып алмас үшін арнаға тіркеліп алыңыз.